Барлығына сәлем. Менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге қазір өте жеңіл тоқылатын узорды көрсетемін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Индира. Оның үшін біз осындай жіпті аламыз. Бізге екі сым керек. Бізге қазір өзімізге керекті жіпті алып алайық. Үш, төрт. Мен өзіме керекті жіпті алдым. Енді біз бірінші жіпті тоқымай жай іліп аламыз. Енді бір 10, бір теріс тоқимыз. Осылай бір 10, бір теріс қылып тоқып шығамыз қазір. Екі қатар осылай тоқып шығайық. Сосын узорымды көрсетемін. Аударамыз. Екінші жағында 10 теріс қылып тоқимыз. Соңғысында теріс тоқимыз. Енді узорға келдік. Біріншісін іліп аламыз. Одан кейін 10 теріс тоқи береміз. 10 теріс 10. Тоққан жеріне үшеумізді қайтадан насымға аударамыз. Рабочий жібіміз өзімізге қарай болу керек. Сосын жаңағы үшеумізді қайтадан осылай аударып аламыз. Жұмыс жібімізді осылай аударып шығамыз. Аса тартпай, енді тоққан жібімізді қайтадан жаққа аударып аламыз. Біреуін теріс тоқимыз. Қайтадан біреу, үшеуін тоқимыз. 10 теріс қылып. Рабочий жібімізді өзіміз жаққа жібереміз. Енді жаңағы тоқыған үш жібімізді қайтадан жаққа аударамыз. Енді жұмыс жібімізді осы сымның өткізіп аламыз осылай. Енді үшеуін қайтадан насымға өткізіп аламыз. Қайтадан біреуін теріс тоқимыз. Қайтадан біреуін 10 теріс 10. Жұмыс жібімізді өзімізге қарай аламыз. Тоққан үш жібімізді қайтадан өткіземіз мына жаққа. Мынаны былай жұмыс жібімізді мынаған айналдырамыз осымен. Қайтадан өткізіп аламыз. Қайтадан тоқимыз. Жаңағында істейміз қайтадан. Біреу 10 теріс 10. Жұмыс жібімізді осылай. Үшеуін қайтадан аударамыз. Мынаны осылай өткіземіз.
өткізіп аламыз. Енді қайтадан тоқимыз. Бізде соңында 2 шып қалды, оны осылай тоқи саламыз. Екінші жақ бетін аударамыз. 10 теріс қылып тоқимыз. Біреуін 10, біреуін теріс қылып тоқимыз. Қайтадан аударамыз. Енді біз біріншісін жай іліп аламыз. Енді екеуін жай тоқимыз. 10 теріс қылып. Енді узорға келдік. 10 теріс 10. Үшеуін тоқып алдық. Жіпті өзіміз жаққа жібереміз. Және жіпті қайтадан насымға аударамыз. Жұмыс жібімізді осына айналдырып аламыз. Насымнан. Қайтадан жібімізді қайтадан сымға ауыстырамыз. Біреуін теріс тоқимыз. Қайтадан узорға келдік. Біреуін 10 теріс 10. Жұмыс жібімізді алдымызға өткіземіз. Үш жіпті өткізіп аламыз осылай. Енді жұмыс жібімізді насымнан айналдырамыз бұлай. Біреуін теріс, қайтадан жаңа узорға келдік. 10 теріс 10. Жібімізді өзімізге. Үш жіпті қайтадан бұлай өткіземіз. Жұмыс жібімізді насымнан айналдырып, артқа шығарамыз. Қайтадан үштімді өткіземіз. Енді теріс. Енді узорға келдік. 10 теріс 10. Үшеуін жаққа аударамыз. Жұмыс жібімізді мына жақтан өткізіп аламыз. Қайтадан жіпті өткіземіз, соңғысын теріс тоқимыз. Айналдырамыз. Біріншісін тоқымай іліп аламыз. Одан кейін біреуін 10, біреуін теріс қылып тоқи береміз, резинка қылып. Осылай тоқып шығамыз. Қазір 10 теріс қылып. Айдарамыз. Біздің узорымыз осындай болыпты. Тағы тоқып көрсетейін. Біріншісін іліп аламыз. Енді біз екеуін тоқып қалдырып кеттік узорға. Енді осы екінші жіптен бастап узорға кетеді. Екеу, үшеуін тоқып алдым. Енді жұмыс жібімді алдыма қаратып аламын. Жаңа тоққан үш жібімді насымға қайтадан ауыстырамын. Жұмыс жібімді мына жаққа аударамын. Осылай қайтадан өткізіп аламын. Аса біз қатты тартпаймыз. Біреуін теріс тоқимыз. Қайтадан 10 теріс 10. Қайтадан үш жіпті насымға ауыстырамыз. Жұмыс жібімізді осылай өткізіп аламыз. Енді теріс біреуін. Енді 10 теріс 10. Өткіземіз жұмыс жібімізді.
2, 3'ünü ötküzüp aldım. Жұмысшымды насымдан қайтадан өткіземін осылай. 3 жіп тоққан шымды қайтадан ауыстырамын. Біреуін теріс, қайтадан 10, теріс, 10. Осылай қайтадан өткіземін осылай. Жұмысшымды да осылай өткізіп аламын. Насымның бойымен арғай. Осылай өткізіп алдым. Енді теріс 10. Соңғысын теріс тоқимыз. Біздің узорымыз осындай болады. Қазір тағы арт жағынан теріс 10 қылып тоқи береміз. Ешқандай қиындығы жоқ. 10 теріс қана тоқимыз, резинка сияқты. Осылай тоқи береміз. Алдына аударамыз. Біріншіден тоқымай іліп аламыз. Біреу 10 теріс. Бұл екі жіпті жай тоқып аламыз. Енді узор 10 теріс 10. Жұмысшымызды алдымызға. Біреу, 2, 3. Мынаны осы сымның бойымен бұлай өткізіп аламыз. Қайтадан жіпті насымға ауыстырамыз. Біреуін теріс тоқимыз. 10 теріс 10. Жібімізді осылай аударамыз. Жіпті осылай өткіземіз. Теріс 10. Біздің узорымыз осындай болады. Бұл узор кофтаға, шарт тоқсаңызда, шапка тоққанға өте әдемі көрінеді. Ешқандай қиындығы жоқ. Жай 10 теріспен тоқылады. Аса қатты созылмайды, бүйтіп созылып кетпейді. Өз формасын осылай ұстап тұрады. Өте әдемі. Біздің узорымыз осындай болып шығады. Мен жаңа кішкене тоқылу жолы өте оңай. Бұндай узормен кез келген тоқыма бұйымдарға келе береді. Кофта тоқсан, кардиган тоққанда өте әдемі көрінеді. Жилетка тоқсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Менің видеоларым ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий қалдырып, достарымен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің видеомды аяғына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Менің видеомды өткізіп алмау үшін маған тіркеліп қойыңыздар, сонда менің видеомда бірінші болып көресіздер. Менің каналымда неше түрлі осындай узорлардың үлгілерін көрсетемін. Сау болыңыздар.